ашаршылық болды. Оны ең кем дегенде ол минимум cultural genocide деп айтуға болады. Мәдени геноцид деп айтуға болады, минимум. Бірақ та қазіргі заманауи жаңа концепцияларды қолданатын болсақ, ашаршылықты кәдімгідей геноцид деп айтуға болады. Оны да Украинада әлбетте ең үлкен деңгейде Украинада болды. О жақтағы мамандар, о жақтағы адамдар өздері біле жатыр. Мысалы, украиндықтар оны геноцид деп мойындатқызды қазір. Мысалы, Европа парламенті оны геноцид деп мойындады. Және ғылыми ортада оны геноцид деп мойындайды, біледі. Қазақстанға келетін болсақ, Украина мен Қазақстан жағдайы өте ұқсас. Бұл геноцид. Минимум бағана айтқан, оның кем деңгейінде cultural genocide. Неге культурный геноцид деп айтады? Себебі халық қырылуымен бірге толықтай евразиялық, номадикалық өркениет өшеді. Номадическая цивилизация жойылады. Көшпелі сан ғасырлардан бері келе жатқан көшпелі мәдениет Қазақстанда жойылады, тоқтайды. Бұның ғылымдағы аты cultural genocide, культурный геноцид. Оны ең көп жасаған әрине Канада мен Америкадағы колонизаторлар. Қазіргі заманауи жаңа тұжырымдамаларды алып қарайтын болсақ, геноцид болу үшін арнайы жоспар керек емес. Есіме түсті, Лемкин деген Израильдің маманы. Ол өте маңызды тұжырымдама. Геноцид болып саналу үшін план керек емес, жоспар болу шарт емес дейді. Главное результат дейді. Не намерение, а результат. Айтпесе, мысалы, қазіргі халықаралық құқықтағы ұстаным геноцид болып саналу үшін арнайы преднамеренное решение керек. Соны іздейді. Соны айтатындар сол. Голощекинде ондай жоспар болған жоқ. Орталық партия аппаратында ондай болған жоқ. Сталинде ондай ой болған жоқ. Неліктен біз оны геноцид деп қабылдаймыз? Қабылдау керек. Неге? Өйткені жаңа қазіргі тұжырымдамалар бойынша кең, broad interpretations деп айтады. Геноцидтің жаңа кең анықтамалары бойынша бұл геноцид.